Assalamu алейкум, құрметті телекөрермендер. Мен Усенбек Нұрлан Қайратұлы, нөмір 18 колледжде автокөлікке техникалық қызмет көрсету және пайдалану мамандығы бойынша өндіріс шебері болып жұмыс істеймін. Қазіргі таңда мына бір күн бір кәсіп бағдарламасы аясында Бағжан шаруа қожалығына келіп, ауыл шаруашылығы өндірісіндегі тракторист, машинист біліктілігі бойынша осы сала мамандарының бір күндік өмірімен таныссақ. Ассаламу алейкум. Қалайсыздар? Сұхбат беріп, уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет. Бүгін енді біз ауыл шаруашылығы өндірісіндегі тракторист, машинист өзіңіздің мамандығыңыз бойынша бір күн бір кәсіп бағдарламасы бойынша өзіңіздің мамандығыңызбен таныссақ деген ниеттеміз. Жалпы өзіңіз жайлы қысқаша мәлімет берсеңіз. Мен өзім біраз жылдан бері техникамен айналысамыз. Осы колледж мамандығында оқамыз өзіміз, Шұбар колледжде. Өзім Қарабаев Бауыржан, Жаңабайұлы. Осы салаға келуіңізге жалпы не себеп? Жалпы енді былай бала кезден қызықтыңыз ба техникаға? Бала кезден қызығып алып кеттік қой осыға. Жалпы өзіңіздің атадан балаға келатқан кәсіп қой бұл енді. Мұра кәсіп. Енді осы мамандықтың қиын тұстарын айтсаңыз, қандай қиын кездер болады? Мысалы, енді жер жырту кезінде, егін егу кезінде. Мамандықты жақсы көрсең, оның қиындығы ештеңесі жоқ. Тек қиындығы күн суықтарда, жауын-шашында болмайды. Техниканы жаңағыдай бөлшектерін ауыстыру жұмыстары. Ауа райының ыстық суығына қарамайсың. Өйткені енді жаңағыдай жердің егістің басында бұзылса, бері қарай әкеле алмайсың ғой. Сол жерде ауыстыруға тура келеді ғой. Енді сол қиын тұстары сәл жаңағы ауа райының қолайсыздығы ғана. Жалпы өзің тілін білсең, қиын ештеңе жоқ дейсіз ғой. Жалпы уақытыңызды бөліп сұхбат беріп келіскеніңізге рахмет. Жақсы, рахмет. Үлкен сау болыңыздар. Жақсы. Қазіргі таңда Бағжан бауырымыздың жалпы жұмысымен таныстық. Енді қандай жұмыстар бүгінгі таңда жүргізілуімен осы жердегі ағамызбен таныссақ. Ассаламу алейкум аға. Рахмет сұхбат беруге келіскеніңізге. Бүгінгі таңда қандай жұмыстар жүргізілейін деп жатыр сізде? Мынау енді күз күні ғой, каршпа егеміз деп жатыр. Сонда жердің орнын дайындап жатыр. Жалпы жерді егінге дайындау жұмыстары. Енді өзіңіздің жұмысыңыздың барысымен қалай орындалатынын көрсетсеңіз, қандай тракторы, қалай артындағы соқасы? Беларусь 12-21 деген. Жаңа мынау не саламыз қазір? Шырды саламыз деп жатырық. Мынау жаңа артындағы мынау тегістер не алатын? Тегістеу. Жаңа көң шашып не қойған. Яғни бұның қалай жұмысымен тракторды оталдырып таныстырсаңыз, қалай жаңағыдай жұмыстар жүргізілетінмен. Сіздің өміріңізбен жалпы таныссақ жұмысыңызды. Жалпы өміріңізбен таныссақ. Жер егіске дайындау жалпы өте үлкен жауапкершілік қажет етеді ғой. Сіздердің бір күндік өміріңізбен таныссақ деген мақсаттан бір күн бір кәсіп бағдарламасы бойынша өзімізге келіп отырған жайымыз бар. Енді рұқсат берсеңіз, сіздің тракторыңызды мен де жұмысыңызбен танысып, өзім айдап көрсем.